Енді балалар, осы біздер сабақта қауіпсіздік ережелерін қай сабақта қолданып жүрміздер? Қауіпсіздік ережелерін қолдану үшін біздер қай кезде қолданамыз жаратылыстану сабағында? Эксперимент жасаған кезде. Мына қолымызда қолғап, очки барлығы біз жаратылыстану сабағында қолдан қауіпсіздік ережесі кезінде қолданып жүрміз. Енді мынаны қараңыздар, біздер қандай бөлімде жүріп балдар? Табиғат физикасы, жарық, дыбыс, электр, магниттік осы бөлімде жүрді. Бүгінгі сабағымыз тақырыбы зерттеуді қалай жоспарлау керек. Мақсатымызды қарай тыңдай, экспериментті жоспарлау және жүргізуді үйрену. Жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған жоспарға сәйкес қорытынды жасау. Бағалау. Қолдарыңызда мына спидометр тұр, қолдарыңызда бұл нені өлшейді? Жылдамдықты, жылдамдық. Енді осы жылдамдық арқылы өздеріңізді бағалап отырасыздар. Мынаны бұраған кезде өздеріңізді балмен бағалап отырасыздар. Бұл 10 балдық жүйемен салдық сіздерге. Сабақтың үстіне дискриптор арқылы өздеріңізді бағалап отырасыздар. Гипотеза деген не? Сабақта кездесті ма біздер жаратылыстану сабағында? Есімізге түсірейікші, гипотеза деген не? Тұр айта бересің бе? Тұр айта бер. Зерттеу нәтижесі туралы алдын ала жасалатын болжам. Жарайсың. Зерттеуді жүргізуге қажетті қандай ресурстар пайдаланып жүр? Штатив, батырхан, үлкейткіш әйнек, шыны, пайыза, топырақ, мачу, қыстырғыш, әмлет, магний, данияр, су, жарайсыздар. Қандай тақырыптағы эксперименттер жасауға болады? Топырақ, су, ауа, өсімдіктер, магний, сосын үлкейткіш әйнек топырақты құрамын зерттеуінде пайдаланамыз. Жарайсыздар. Зерттеуді қалай жүргізу керек? Мақсаты болу керек, жоспар өз жүріп барысы керек. Міне қараңыздар. Біздер бұрынғы сабақта біздер тәжірибе жасап жүрдік. Енді бүгін сіздер өздеріңіз қалай жоспарлай аласыздар? Бүгінгі мына келген қонақтарға өздеріңіз тәжірибені жоспарлап көрсетеміз. Қараңыздар, зертхана тәжірибені орындау ретінде нешінші номер зертхана саламыз? Зерттеу сұрағы болады бірінші. Жаңа өздеріңіз айттыңыздар, сол зерттеу сұрағы арқылы мақсатын шығарасыздар. Гипотеза дейтін болжам. Бізде бұрынғы сабақтардың барлығында кездесіп жүр. Ресурстар, құралдар, жабдықтар мен реактивтер. Бұл жаңағы күнделікті тәжірибеде қолданылған көрнекі құралдар. Енді зерттеу жоспарлы. Сіз тәжірибені қалай жоспарлайсыз? Жүру барысы болады. Соны тәжірибені жасау арқылы соңында не болады? Не болады соңында? Қорытындысы болады. Жарайсыздар. Енді қараңыздар, мына алдарыңызда конвертте келе қойыңыздар топтан бір оқушыдар. Суреттер бойынша топтың атын шығарып аламыз. Өздеріңіз топтың атын шығарып ала қойыңыздар. Мозаика әдісі арқылы құрастыра қойыңыздар. Топта бірігіп жұмыс жасауға қозғалыста болуға болады. Тұрамыз бірге. Оқушылар қастарының жақында бір-біріңізге көмектесіңіздер. Топта жұмыс жасаған кезде жүріп бір-біріңізге болады. Мына топ белгі берді. Сіздерде қандай шықты топтың үлкейткіш әйнек, штатив. Енді отты қолдану десе, негізі химия, физика кабинетінде жабық жерде қолдану керек. Қазір маған өзім көмектесем. Есіңіздер. Қалай жалғайсыздар? Қалай қосасыздар? Тәжірибе жасап көрсетейік.
Шарық, дистрибутор арқылы істейді. Соған қарап шарыстырып оқу мақсат. Мынау қайнап тұрған су. Иә? Оны да пайдаланады. Қалай көрсетесіздер? Дайындап тұрыңыздар. 2 мультиметр қосып тұрыңыздар. Сосын біз электр көзін қосқанда Батырмасын қосқанда жанып тұр ғой, жанды. жанады, ал біз кілтті ажыр салып Оған шешіп беріңіз. Жанып тұр ба? Көрсетейік былай. Сен былай істеші, былай жалашы. Ток көзі жанды ма? Ток көзі жанды. Біздің шамымыз жанады. Нөл 20. Лимон. Жемістер мен жемістерді келесі кернеуге берді. Біздің көкөністер мен жемістер арасынан кернеу бойынша көшбасшысы пияз болды. Ал артта қалған лимон болды. Лимон болды. Так, жарайсыздар. Қорқытып айтып мақсатында. Елеуі батареялардың нәтижесімен анықтады. Кернеуін анықтады. Оқушылар эксперименттің нәтижесіне қорытынды жасап анықтады. Жарайсыздар. Сіздер түсін оқи алыңыз. Фундаментмен қанша секунд ауаның балалық санын жануына әсерін зерттеу. Кенеуін соғылуын сыныптың ауа ылғалдылығын зерттеу. Көрсете берейік. Сорттар бойынша көрсете ойыңызға тиіседі. Бізге керекті заттар термометр, 3 балалық шам, 1 литрлік, 2 литрлік, 2 банка, секундомет, сіріңке, шар қажет. Жаңа беріңіз деген. Қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Біз бірінші 3 балалық шамды жағамыз. Жүге болатын батарея жасауға болады. Және олардың қайсысы энергияны көп береді деген тәжірибе жасамақшы болдық. Біз бір жеміске тоқтамай алма, қияр, лимон және пиязға тоқталдық. Біз олармен зерттеу жасамақшы болдық. Нені қолдандық? Және бізге мультиметр мен секундомер қажет болады. Біз мультиметрді 2-ге саласың. 2-ге қоямыз. Жаза берейік. Неше болып кернеу? Алма. 0,19. Келесі. Секундомет тоқтат. Сен айта ғой, 2-ге сал. Секундомет қосын ба? Ona 23. Келесі. Біз секундомермен қанша секунд мөлшері екені анықтаймыз. Өшіп қалды. 20 секунд. Жанып тұр. Оның құрамында өте өттің жануына көмектеседі. Өте өтті. Жақсы, келесі тәжірибені айта беріңіздер тезірек. Уақыт тастыңыз. Қарақты қаптарға бөктеу жөңкеуіш жасаймыз. Сіздер көрсете беріңіздер, сіздер не көрсетесіздер шаммен?
Давай. Atletni ko'rsatasizlar. Biz 70 betimizga yaqinlatsak, betimizga salqin havo keladi. Salqin havo keladi, havo kelayotganini ko'rsatibsizlar-da. Salqin havo kelibdimi? Mine o'zidan havo bor ekanini dalillaga bo'ladi. Shar orqali ko'rsatib qo'yinglar. Sharni uramiz. Avval temperaturada kemayadi. Sebebi avval burnni bastaydi. Endi uni ne istaymiz? Temperaturani jo'g'ari bo'ylab, tez ayrib qattiq qo'zg'ala bastaydi. Endi bo'satay. Sharni bo'satsa, unda bizga 4 60 ga ko'rsatilibdi. 60 bo'lib bor degan so'z sinfda. Sebebi adam ko'pda yaxshi eslatadi. Endi qo'rqinchni aytaman tezlik. Biz Sizlar aytaman.